Бүгінгі сабаққа қош келдіңіз. Әне міне дегенше 3-ші сабаққа да келіп қалыппыз. Сонымен біз бүгінгі тақырыбымыз өткен сабақта айтып кеткен сұрақ типтері емтиханда келетін және солардың жауап беру стратегиялары туралы айтатын боламыз. Өткен сабақта естеріңізде болса, біз кілт сөздерге құралған сұрақ типтері және жауаптарында кілт сөздер орналасқан сұрақ типтері туралы айттық және оларға қалай оңай жолмен жауап беруге болатынын түсіндірдік. Енді бұл сабақта сіздерге қалған 3 тип туралы кеңінен тоқталып өтетін болсақ. Ол типтер естеріңізде болса, идеялық интерпретациялық сұрақтар, контекстік сұрақтар және адресаттық сұрақтар. Енді осы сұрақ типтеріне тоқталатын болсақ, ең бірінші оңайдан күрделіге қарай стратегиясы бойынша көшетін болсақ. Ең бірінші бізге өте оңай келетін әдістердің бірі бұл контекстік сұрақтар. Неге бұл оңай? Себебі бұл контекст сұрақтар сіздерге нақты бір мекен, мән, жай беріледі. Сол мекеннен мәтіндегі сол бір сөйлемнен сіз өз жауабыңызды анықтай аласыз. Көбіне бұл бір сөйлем немесе екі сөйлем көлемінде ғана болады. Яғни сіздерге бұл мысал ретінде түсіндіретін болсақ, бір апта бойы осылай еңбектенгеннен кейін екеуі бір апталық ағаштарын көп нүкте көрмекші болыпты. Яғни осы көп нүктенің орнына сіздер белгілі бір жауап нұсқаларында ұсынылған сөздердің біреуін қою керексіздер. Бұл сондықтан да контекстік сұрақ деп аталады. Яғни осы контекст арқылы сіз осы 4 жауаптың біреуін табуыңыз керек. Нәтижесінде екінші адамның шапқан ағаштары көбірек болып шығады. Бұл бізге көмекші екінші сөйлем. Яғни бізге жауап табуға кейде көмектесуі мүмкін. Немесе бір сөйлемнің өзімен де сіз өз жауабыңызды анықтай аласыз. Енді сұрақтың өзіне көшетін болсақ, асты сызылған көп нүктенің орнына қай сөз сәйкес келінеді? А нұсқасы жинап, Б шауып, С санап, Д сұрап. Бірінші нұсқаға тоқталатын болсақ, бұл белгілі бір мағыналық, грамматикалық жағынан сәйкес келіп тұр. Контекст сұрақтарда сізге маңызды рөл ойнайтын нәрсе бұл сіздің логикаңыз және грамматикалық сауаттылығыңыз. Яғни сол сөздің сол сөйлемге грамматикалық тұрғыдан сәйкес келуі және мағыналық тұрғыдан сол сөйлемді толықтырып белгілі бір сеп тигізуі. Яғни жинап деген сөз бұл сөйлемге белгілі бір әсер тигізіп отыр. Бұл бізге бір нұсқа ретінде қарастырсақ болады. Ал екінші шауып деген нұсқаны алатын болсақ, бұл бір апта бойы осылай еңбектенгеннен кейін деген сөзге логикалық қарама-қайшы болады. Яғни ол еңбектенгеннен кейін олар шауып көрмекші болады деген сөз белгілі бір мағыналық тұрғыдан сәйкес келмейтінін көріп отырмыз. Енді С нұсқасын қарайтын болсақ, санап. Бұл мағыналық жағынан да, грамматикалық жағынан да, логикалық жағынан да кәдімгідей сәйкес келіп тұрған сөз. Бұл да бізге үлкен қасына плюс немесе кез келген бір жақсы белгіні қойып, бұл нұсқаны да қарастырсақ болады. Енді соңғы нұсқаны қарайтын болсақ, сұрап. Яғни бұл жерде бұл грамматикалық тұрғыдан сәйкес келгенмен мағыналық логикалық тұрғынан ешқандай бұл сөйлемге сеп тигізіп тұрған жоқ. Ешқандай сәйкестік көріп тұрған жоқ. Сондықтан бұл нұсқаны да алып тастаймыз. Демек бізде А және С нұсқасы қалды. Енді А нұсқасын қарайтын болсақ, келесі сөйлем бізге көмектеседі. Нәтижесінде екінші адамның шапқан ағаштары көбірек болыпты. Яғни көбірек деген сөз арқылы біз олардың белгілі бір сандық процесс жүргізгенін көрсек болады. Яғни санау арқылы кімнің көп екенін анықтап, сол арқылы отынның қаншалықты көп шабылғанын біліп отырғанын анықтаймыз. Демек, өзінен өзі анықталады. Бұл контекстік сұрақ типінде бізге көмектесетін С нұсқасы дұрыс екенін көреміз. Яғни біз осы мысалда да сіздерге бүкіл толық мәтінді берген жоқпыз. Осы екі сөйлем арқылы ақ соны оқып, танысып, сіздер өз дұрыс жауабыңызды анықтай алдыңыздар. Яғни бұл процесс үшін, яғни сіз жақсы дағдылансаңыз, 2 минуттың өзі жетіп артылатыны көріп отырмыз. Тіптен 30 секундта да бұл сұраққа жауап беруге болады. Енді осы контекстік сұрақ типіне ұқсас адресаттық сұрақтар типі бар. Бұл да аты айтып тұрғандай, белгілі бір мәтінде осы сұрақтың өзінде сол мәтіндегі жауаптың адресі көрсетіледі. Яғни сіз сұрақты оқып отырып, жауаптың қай жерде орналасқанын көресіз. Мысал ретінде түсіндіретін болсақ, мына сұрақпен таныс болыңыздар. Мәтіннің соңғы сөйлемінде әйгерімнің басынан қандай сезім байқалды? Сұрақтың өзін көріп отырсыздар, бұл жерде сізге нақты айтылып тұр, мәтіннің соңғы сөйлемі деп. Яғни барлығымен таныспай-ақ мәтіннің соңына бірден көшсеңіздер болады. Варианттарды қарайтын болсақ, қорқыныш, қобалжу, мақтаныш, тәкаппарлық. Енді соңғы сөйлеммен бірден танысатын болсақ, бұл жерде айтылып тұр, бірақ анамның қолдауының арқасында
Моңғолия қыздарының арасынан алғашқы болып Apple компаниясында жұмыс істеген адам ретінде өзімді абыроймен айта аламын деп сөзін түйіндеді. Яғни бұл сөйлемде біз көріп отқанымыздай ешқандай бір қорқыныш жоқ, қобалжу жоқ, тәкаппарлық жоқ. Бұл жерде оның өз-өзіне деген бір мақтаныш сезімі, анасының үмітін, соның сенімін ақтағандығы туралы белгілі бір мақтаныш сезімі бар. Осы арқылы біз мәтінде не туралы айтылғандығы туралы тіптен танысып уақытымызды құртқан жоқпыз. Көріп отырғаныңыздай өте ұзақ мәтін, бірақ сіздер осының соңғы сөйлемін танысу арқылы бір жауапқа еркін жауап бере алдыңыздар. Бұл жерде сіздердің белгілі бір ойларыңыз, уақыттарыңыз үнемделді. Енді бұл адресаттық және контексттік сұрақтар өте оңай түрлердің бірі болғандықтан, соңғы идеялық көбіне күрделі болып келеді. Идеялық интерпретациялық сұрақтар жайлы тоқталатын болсақ, қандай болады, оларға жауапты қалай іздейміз деген сұрақ басында тұрады. Идеялық сұрақтар сіздердің жалпы түсініктеріңізді, сыни ойлауларыңызды, логикаларыңызды бағалайды. Яғни бұл жерде сіздер мәтінмен жұмыста жаңағы өткен сабақта атап өткен кілт сөздері жауаптарында орналасқан сұрақ типтері сияқты соңында тырысыңыздар бұндай сұрақтарға. Себебі бұл сұрақтар көбіне мәтіннің қорытынды идеясы, жалпы не айтқандығы туралы белгілі бір идея. Яғни бұл жерде тағы бір атау айтып өттік сіздерге интерпретациялық сұрақтар деп. Бұл жерде сіз өзіңіздің интерпретацияңызға жүгінесіз. Яғни мәтінді оқу арқылы не түсіндіңіз, қандай қорытынды шығардыңыз, осы сұрақта сол жауаптар арқылы сіз соны көрсетуіңіз керек. Яғни мәтінді толыққанды түсінгендігіңізді. Мысалмен түсіндіретін болсақ, өзіңнен тәжірибелі, білімге құштар адамдардың жанында болсаң, өсе бересің, дами бересің деген сөйлем. Сұрақ, әйгерім осы сөздері арқылы не айтқысы келді деген сұрақ. Яғни сіз сұрақтың өзінен көріп тұрсыздар, мәтінде бұл жауаптар болмайды. Сіз осы сөйлемді оқи отырып, өзіңіз бір қорытынды шығарып, жауап беруге тырысуыңыз керек. Яғни мәтінді, сол сөйлемді түсінуіңіз керек. Нұсқалар: әрқашан аянбай еңбектену керектігін туралы айтқысы келді. Шетелде білім алуға тырысу керектігі туралы айтқысы келді. Жас мамандардың тәжірибесі аз екендігі туралы айтқысы келді. Білгенін үйреніп, тәжірибе жинақтау туралы айтқысы келді. Енді логикаға салатын болсақ, әрқашан аянбай еңбектену керектігі туралы айтқысы келді деп тұр. Бұны өзіңнен тәжірибелі, білімге құштар адамдардың жанында болсаң, өсе бересің, дами бересің деген сөзбен, сөйлеммен сәйкес еместігін көреміз. Яғни бұлардың белгілі бір ойлары үйлесімі болуы мүмкін, белгілі бір абзаста бірге кездесуі мүмкін, бірақ осы сөйлем арқылы ондай қорытынды жасай алмайтынымызды көреміз. Шетелде білім алуға тырысу керектігі туралы айтқысы келді. Бұл жерде ешқандай шетелдегі білім туралы ақпаратты көріп отырған жоқпыз. Демек, бұл нұсқада бізге сәйкес келмейді. Жас мамандардың тәжірибесі аз екендігі туралы айтқысы келді. Иә, бұл жерде белгілі бір тәжірибе, білімге құштарлық деген сөздер айтылды, бірақ жас маман туралы ешқандай біз бұл сөйлемде дерек көрген жоқпыз. Соңында келетін болсақ, білмегенін үйреніп, тәжірибе жинақтау туралы айтқысы келді. Яғни бұл жерде жанында болсаң, өсе бересің, дами бересің дегендігі, бұл білгенін үйреніп, тәжірибе жинақтау туралы айтқысы келген деген сөзбен үйлесіп тұрғанын көреміз. Демек, біздің жауабымыз бұл жерде Д варианты болады. Бірақ көріп отқаныңыздай, нақты бұл туралы сөйлемде бірден көріп байқау мүмкін емес. Бұл сіздің белгілі бір логикаңызды, өзіңіздің ойлау, интерпретациялау дәрежеңізді сынап отыр. Бірақ идеялық интерпретациялық сұрақтың бұл оңай нұсқасы. Кейбір тағы бір типтері болады, бұл өте күрделі. Оның ерекшелігін қазір төменде
сіздерге түсіндіріп өтуге тырысамыз. Мысалы, мына сұрақ. Мәтін негізінде қандай қорытынды жасауға болады? Алдыңғы сұрақтағындай белгілі бір сөйлем емес, бұл бүкіл мәтінге қатысты қойылып отырған сұрақ болып тұр. Яғни бұл үшін сіз мәтінмен кәдімгідей таныс болып, соны түсініп отыруыңыз керек. Нұсқалар: жолдас жолдасқа қиянат еткен оңбас. Екінші нұсқа: кекшіл болма, әрқашан көпшіл бол. С нұсқасы: адалға есеп, арамға сұрау бар. Д нұсқасы: сараңдық пен арамдық ағайындас. Яғни бұл сұрақ типінде сізге бүкіл мәтіннің негізгі қорытынды идеясы, ода не айтылып тұрғаны сұралып тұр. Бұл сұрақтарға жауап берген кезде бірінші оңай сұрақтарға жауап бере алыңыз. Тіптен идеялық интерпретациялық сұрақ бірінші болып қойылып тұрған болса да, сіз оны соңына қалдырыңыз. Яғни алдыңғы сұрақтарға жауап беру арқылы мәтінде қандай оқиға болып жатыр, қандай ой айтылып жатыр, қандай қорытынды шығаруға болатындығы туралы ой, идеяны іздеуге тура келеді. Енді бұл жерде сіздерге қандай кеңес береміз? Сіз барынша біз ұсынған сұрақ жұмыстарын осы дүние бойынша жауап беруге тырысыңыз. Тіптен кішігірім бір мәтіндерді оқығаннан кейін сіздерге үлкен көмектесетін нәрсе бұл мәтінге сұрақ қою. Яғни әрбір мәтінді оқып болғаннан кейін сіз өзіңізге сұрақ қойсаңыз болады. Тіптен сізге ұсынылған сұрақтарда ондай сұрақ болмаса да. Яғни бұл мәтін менен не сұрап тұр? Бұл мәтін арқылы мен қандай қорытынды жасаймын? Деген сияқты сұрақтар сізді осы сұрақ типтеріне жауап беруге дағдыландырады. Сол арқылы сіз бұл сұрақтарға оңай жауап бере аласыздар. Және бұл жерде сізге үлкен көмек көрсете алатын әдіс бар. Бұл скаминг және сканинг деп аталады. Бұл туралы біз келесі сабақта сізге түпкілікті түсіндіріп, осы сұрақтар бойынша жаттығу жолдарын үйрететін боламыз. Әзірше қош сау болыңыздар. Сәтті жаттығу және табысты ізденістер тілеймін.